қоныс кезеңдері. Біздің ата-бабаларымыз түркілердің қоныс еткен аумағы Азия мен Еуропа жерлеріне таралады. Түркілер үнемі бір жерден екінші жерге көшіп қонып жүрген. Сондықтан оларды көшпелілер деп атаған. Түркілер тек қана көшпелі емес, сондай-ақ жартылай көшпелі тұрмыс жүргізген. Олардың негізгі шаруашылығы мал өсіру болған. Олар жылқы, сиыр, қой және түйе ұстаған. Үй малдары жыл бойы жайлауларда жайылған. Жайылымдар азып кетпес үшін түркілер жаңа орынға көшіп қоныс ауыстырып отырған. Көшпенді тұрмыстың арқасында жер демалып, жайылымдар қалың шөпке толып үлгеретін болған. Осылайша түркілер жылына 2-3 рет қоныс ауыстыратын болған. Осындай көшпенді өмір салтын ұстану үшін үлкен аумақтар қажет болған. Сондықтан түркілер жаңа жерлерді игеріп отырған. Көшпенділердің баспанасы сол заманға және олардың өмір салтына сай дамыған болатын. Түркілер 2-3 адам бір сағаттың ішінде тігетін немесе жығатын киіз үйлерде тұрған. Жығылған киіз үйді атпен немесе түйемен тасымалдауға болатын. Киіз үй әрқашан ашық күн түсетін жерге тігілген. Киіз үйдің туырлығы ешкінің жүнінен басылатын. Ал киіздің өзін қойдың жүнінен басып, киіз үйдің үстіне жапқан. Киіз үйді киіз бұйымдармен әшекейлеп, қабырғаға іліп және жерге төсеген. Түркілердің негізгі тағамы ет пен сүт өнімі болатын. Биенің сүтінен шипалы әрі ұзақ уақытқа сақталатын қымыз жасаған. Жануарлардың иленген терісінен киім, аяқ киім және тұрмысқа қажетті былғары бұйымдар тіккен. Түркілер мықты шабандоз, ержүрек жауынгерлер болған. Темірді алғаш өндіріп, өңдеген түркілер болатын. Түркілердің өз жазуымен жыл санау күнтізбесі болған. Түркілер, түріктер, әзірбайжандар, қазақтар, өзбектер, қырғыздар, түркмендер, татарлар, ұйғырлар, башқұрттар және басқа да көптеген ұлттардың ата-бабасы болып табылады.